Отырған хан Сарыбай мені көрші, шал қартайған Қарабай досым деші. Бір марал кеше кетті ыза қылып, кез қылса соны маған атып берші. Үйіңе құдай оңдап қыдыр қонар, бір достым бек сөйлескен сендей болар. Бұл марал буаз екен тіпті айтпаймын, келінің екі қабат кесел болар. Саған айтпай сөзімді кімге айтайын, ұялмай үйге қайтып бос қайтайын. Өлсем де атып берші бір тояйын, мақшардағы күнәсін мен тартайын. Пейілін Қарабайдың құдай алды, Сарыбай қынжылумен оғын салды. Маралды бетіне алып тарс қойғанда, кідірмей сол орманда құлап қалды. Қареке-ау, бай екенсің, сөзің шалыс. Екеуміз жапан түзде болдық таныс. Орнымнан үшім тұлып тұра алмадым, мылтығым тиді маған 6 қарыс. Қареке-ау, ажал уақыты маған жетті, ағасың жасың үлкен құлдық депті. Аузынан бір-екі ауыз арыз айтып, Сарекең күні жетіп өліп кетті. Сарыбай өзі мерген маралдатқан, маралға ит Қарабай дінін сатқан. Ханымы Сарыбайдың буаз екен, үйінде аман есен бір ұл тапқан. Сүйінші Сарыбайдан сұраймын деп, сол елдің адам екен келе жатқан.